Біз Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қызылжалды білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мұғалімдері. Яғни біздің бүгінгі конференцияға алып келген жобамыз Абай Құнанбаевтың жаратылыстану пәндеріне, Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін жаратылыстану пәндеріне кіріктіріп оқыту негізгі мақсатымыз. Яғни біздің бүгінгі жобамыздың тақырыбы кітап және цифрлық әлем STEM. Яғни біз өзімізді таныстырып өтетін болсақ, оң жағымызда математика пәнінің мұғалімі Құлмағамбет Қарлығаш, кітапханашы Уринбаева Майра, мен өзім география пәнінің мұғалімі Жұмабек Бағдат, информатика пәнінің мұғалімі Малбаева Лаура, физика пәнінің мұғалімі Бәйдібек Асылбек, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Оразқұлова Мейрамкүл. Мен өзім Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қызылжар жалпы білім беретін мектебінің география пәнінің мұғалімі Жұмабек Бағдат кәдебиет боламын. Яғни біздің алдарымызда тұрған абай ілімі мен заманауи ғылымдар, кітап және цифрлық әлем STEM тақырыбы бойынша біздің жасаған жобамыз. Яғни біздің бұл жобамыздағы негізгі мақсат Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін жаратылыстану пәндеріне, яғни физика, математика, география пәндеріне кіріктіре оқыту болып есептелінеді. Яғни бізде алдарыңызда көріп тұрғандай таным жолы 1-ден 15-ке дейін біз макет бойынша география пәніне 16-дан 35-ке дейін, физика пәніне 36-дан 45-ке дейін біз математика пәндеріне тақырыптағы пәндерді сабаққа кіріктіре жасағанбыз. Яғни жаратылыстану пәндері бойынша бізде Абайдың 45 қара сөзіне, әрбір 45 қара сөзіне 1-ден 15-ке дейін география пәніне жаңа айтқанымыздай сұрақтар мен тапсырмаларды қарастырған болатын болса, мысалы үшін Абайдың 5-ші қара сөзінде біз мынандай тапсырма бере алады екен оқушыларға. Ғылым мен білімсіздіктің, яғни Абайдың 5-ші қара сөзінде ғылымсыздықтың, білімсіздіктің, надандықтың айтылуы бойынша қазіргі таңдағы біздегі еліміздегі болып жатқан экологиялық мәселелерді шеше алады екен осы бойынша. Сол сияқты дүниелермен. Одан кейін, мысалы үшін, 2-ші қара сөзін алатын болса, Абайдың жоғары орыс, біздің Абай Құнанбаев атамыз, яғни көрші халықтарымыз орыстың мәдениетін, өзбек халқының салт дәстүрін, әдет ғұрпын, егіншілігін, басқа да дүниелерін жоғары деңгейде бағалаған. Сол дүниелер біз өзіміздің мәдениетімізді танып қана қоймай, шет мемлекеттердің, көршілес елдердің мәдениетін толыққанды танып білген жағдайда біздің өзіміздің елімізді, жерімізді сүйетін ұлт қалыптастыра алады екеніміз ол есептелінеді. Мектептегі көркем шығармаларды оқу пәндеріне кіріктіре оқытып, біз жаратылыстану пәндерін жоғары деңгейде қойған жағдайда, яғни біздің пирамидамыз толыққанды адам болып қалыптасады болып есептелінеді. Келесі кезекте. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен әріптестің сөзін ары қарай жалғайтын болсам, математика және STEM бағытында біз қалай дамытамыз, соны түсіндіріп өтейін. Математиканы біз STEM-мен байланыстырған кезде, осы STEM цифрлық технологияның дамуының өзі математикамен тығыз байланысты. Яғни математиканың жарты ғасыр бойы шешілмей келген Нагата гипотезасының шешілуінің арқасында осы цифрлық технологияның ары қарай дамуына жол ашылған. Ал ол есепті шешкен ғалымның өзі осы біздің қазақ математигі Өркебай Мұхамедұлы болады. Яғни математика жай ғана ғылым жаратылыстану пәні емес, осы цифрлық технологияның дамуына негізгі іргелі ғылым болып саналады.